Так. Кеш жарық, бүгін зумды жүргізетін, арманы үлкен, мақсаты жан-жақты айқындалып келе жатқан Ұлданай ханым, 4 баланың анасы, жай өмірде мамандығы есепші, бухгалтер, бірақ осы форейверге арманның арқасында жайлап келіп жатыр. Неге? Өйткені барлығымыз жандай, әсіресе Ұлданай ханым путешествие жасаған ұнайды. Сонымен қатар жақсы жерде жүру, жақсы адамдармен араласу деген сияқты, арманы үлкен адамдармен араласу Ұлданайға өте жақсы ұнайды. Өте қуаныштымын, Ұлданай ханым. Бүгінгі день алойыны жүргізу, құдай қаласа, өзіңде компанияның Forever Living Products компаниясының ассистент супервайзері Ұлданай ханым қазір сіздермен Vital 5 набор туралы жақсылап түсіндіретін болады. Ұлданай ханым, өзіңде микрофон, мен микрофонымды өшірем. Іске сәт. Жақсы. Рахмет. Қайырлы кеш баршаңызға. Мұндағы көріп отырғандарыңыз Vital жиынтығының көрінісі. Яғни Vital жиынтығы 2 топқа бөлінеді. Бірі ішек жолдарына арналған болса, бірі жүрек қан тамырлар жүйесіне арналған топ болып бөлінеді. Егер жаңағы және колонмен және пробиотиктерге. Бұл жерде жүрек қан тамырлар жүйесіне арналған Vital 5-тің құрамында нутракуон бар. Яғни нутракуонның құрамы магний карбонаты, аскорбин қышқылы, клендин куон, зәйтүн жапырағының сығындысы, жүзім сүйегінің сығындысы, куркума сығындысы, альфа-токоферол, яғни Е дәрумені, пиридоксин гидрохлориді В6, фолий қышқылы В9, хром хлориді және В12 витаминдер бар. Яғни қосымша фруктоза, соя лецитин, нитрокристалдық целлюлоза, кремний диоксиді бар. Яғни бұл жүрек ауруларының пайда болуына себеп болатын гомоцистин амин қышқылының деңгейін қадағалайды. Жасуша деңгейінде қуат шығаруға қатысып, ағзадағы зат алмасуды күшейтеді. Антиоксиданттық қорғанысты және жасушаның қалпына келуін қамтамасыз етеді. Ал біздегі актив пробиотиктен жасалған Vital жиынтығына таныстыратын болсам, яғни актив пробиотиктің құрамы пробиотик, яғни 6 пробиотикалық штамптардың формуласы, жүгері декстрины, яғни магний стираты, кремний декстрины, титан диоксиді. Пробиотиктерді қолдайтын пребиотикалық талшықтар, яғни фруктоалисахаридтер. Пробиотиктердің 8 миллиардтық қорғаушы блоктардан тұрады. Әр қайсысы, бұл жерде 6 түрі бактерия болатын болса, оның әр қайсысы 8 миллиард блок қорғаушылардан тұрады. Мембрана асқазан қышқылымен ерімейді, мембранасы тікелей ішекке әрекет етеді. Сондай-ақ бір дозада жаңағы 8 миллионнан астам колония түзуші блоктарымыз бар. Құрамында соя мен аллергендер жоқ. Осы жерде, осы тұста Vitalдың тағы да іштей соқтарының бөлінуіне байланысты 4 топтан тұрады. Forever Aloe Vera гелмен, Aloe Vera нектардан, яғни нектар соткен, персик соткен және резин соткен. Яғни біз жаңа 2 топқа бөлдік қой. Біреуі ішек жолдарымен пробиотиктен болатынса, біреуі жүрек қан тамырлар жүйесінен нутракуонмен деді.
Вот әрқайсысы бізде 4 жаңағы жиынтықтан тұрады. Осы топтарына байланысты. Бұл дегеніміз, егер де біз ішек жолдарына ішетін болатын болсақ, егер жүрек ауру, жүрек қан тамырлар жүйесіне арналған вайтал бетті алып тұрып, біз онымен жаңағы жеңіл тазалауға, яғни жұмсақ тазалау үшін біз алоэ вера гелмен араласқан түрмен алсақ болады. Немесе жүрек қан тамырлар жүйесіне арналған вайтал бетті ала отырып, соның ішінде, яғни сонымен қатар тыныс жолдарына проблемасы болса, мұны миокардпен жасалған түрін алса болады. Сондай-ақ запор болатын болса, персистокпен жаңағы именно жүректе, тек қана жүректе болатын болса, міне персистокпен. Сондай-ақ буын ауруларымен де мазалайтын болатын болса, онда мына фридуммен жасалған вайтал беттің жиынтығын алуға кеңес беремін. Даусыңыз жай шығып жатыр. Әлі жай шығып тұр ма? Оны қалай регулировать еткен болады? Қаттырақ сөйлеуге тырысайын, енді қалай болды? Яғни ең бірінші вайтал бет жиынтығының ең бірінші жаңағы өнімі бізде соктар болады, иә? Соктар жаңа айтып өттім, сарысоқ, сондай-ақ мына жерде сарысоқ, нектар, персик, яғни фридум сок. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Бұл соктардың басты қызметі біздің ішек жолдарымызды тазалай отырып, өте жеңіл әсер етуі. Кез келген өнімді бізге өте жеңіл әсер етіп, сондай-ақ өте действующий дейді ғой, тез әсер етуіне көмектесетін өте керемет соктар деп айтамын. Даусым жақсы естіліп тұр ғой, иә? Екінші өнімді RG деп таныстырамын, 2 рет Нобель сыйлығын иеленген. Бірінші Нобель сыйлығының иегері болу салдары, ол К2 деген витамин құрамында болғандығы үшін. Екінші Нобель сыйлығының иегері болатын себебі L-арганин деген амин қышқылы құрамына енгендігі үшін. Энергетикалық сусын адам ағзасына енгеннен кейін, қан тамырларына кіріп алғаннан кейін, өзінен газға айналу әсері бар да, сондықтан қан тамырларының бойымен міне миға кислород беретін өте керемет бірден бір өнім деп айтамын. Сондай-ақ құрамы жидектердің табиғи хош иістері, рибоза, жүзім сығындысы, аюбадам жидегі, таңқурай, анар қызыл жүзім сығындысы, қара қарақат, қара бүлдірген, қышқыл шие, яғни қара жидек. Тағамдық құндылығына келетін болса, көмірсулар, қант фолий қышқылы, С дәрумені, аскорбин қышқылы, яғни К2 дәрумені, D3 дәрумені, В12 дәрумені, В6 және L-арганин негіздері. Ал L-арганинге келетін болсақ, азот оксидінің, яғни NO өңделуіне ықпал етеді. Азот оксидінің өңделуіне ықпал етіп, және қан тамырлардың жергілікті кеңеюін қамтамасыз етеді. Яғни эластичность деп жатамыз, мидың жұмысын жақсартуда, осы RG-дің мидың жұмысын жақсартудағы үлесі, яғни қан ұюды болдырмайды, жасушаларды токсиндерден қорғайды, иммундық жүйені және қан тамырларын нығайтады, вирусқа қарсы және антипаразиттік белсенділікке ие, яғни макрофагтардың белсенділігін күшейтеді. Макрофагтар дегені сіздің жасушаларымыз. Онкологиялық алдын алуда бұл RG-дің әсері өсу гормондарының синтезін тездетеді. Серотонин өндірісіне ықпал етеді, яғни көңіл күйді жақсартады. Адамды белсенді және төзімді етеді. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. В6, В12 витамин жаңағы дәрумендеріне келетін болсақ, бұл жүрек ауруларының алдын алады. Анемияның алдын алып, зат алмасуды қалыптастырады. Яғни С, Д және К2 дәрумендері адамның сүйек жүйесінің денсаулығын қамтамасыз етеді. Атеросклероздық дамуына жол бермейді.
сондай-ақ Дели деген біздің керемет өніміміз, яғни Forever'дің керемет өнімі 55 түрлі нәрлі компоненттен тұрады, яғни фрукты, овощи, бізге керек жалпы дәрумендер мен минералдар құрамы, минералдар жиынтығынан тұрады. Құрамы витамин А, С, Д, Е витаминдері, яғни тиамин, рифофлавин, наситин, В6 дәрумені, фолий қышқылы В12 бар бұда, биотин деп жатамыз, пантотеновая кислота, кальций, темір, йод, магний, цинк, селен, мед, марганец, молибден, хром, яғни керемет жиынтық деп таныстырамын. Алоэ омега сахаридтері бар дәруменді минералды кешен. Ағзаны 55 түрлі нәрлі заттек қоспасымен қамтамасыз етеді. Ағзаның мінсіз саулығы үшін қажетті барлық баламасыз және жартылай баламалы микро және макро элементтерді алу үшін жемістер мен көкөністердің патенттелген қоспасымен қамтамасыз етеді. Яғни бұл жерде өте ұқыптылықпен жасалған, үйлесімділігі сондай шеберлікпен, жаңағы біз осы тұста Forever'дің ғалым доктор науктарына үлкен рахмет айтамыз. Осы Делиді ішіп отырғанымыздың арқасында. Сондай-ақ прополис деген біздің ара өнімінен жасалған керемет өніміміз бар. Осы Вайтал Бестің құрамында құрамы ара прополисі, яғни аналық ара сүті, миндальдың табиғи үстемесі. Бізде ара прополисі дегеніміз жалпы ащы өнім болып табылады. Прополис ащы болады екен, ал оны миндальмен араластыра отырып, бізге жеуге ыңғайлы етіп жасап отырған осы жерде ғалымдарға үлкен рахметімді айтамын. Прополис арадан алынатын құрамы өте күрделі, алуан түрлі пайдалы қасиетке ең бағалы өнімнің бірі. Оны көпшілігі біледі. Бір жағынан өзінің бактерицидтік қасиетінің, екінші жағынан иммуномодуляциялаушы, уыттардан тазалаушы ықпалының арқасында ағзаны сауықтырғыш қасиетке ие. Тыныс алу жолдарының аурулары үшін грипп, ларингит, синусит, бронхит, астма, өкпенің созылмалы қабынуы, туберкулезден жазылуға көмегі орасан зор прополистің. Терапияда суық кезеңнен бастап түрлі істерге де қолданылады. Гастрит, ойық жаралы, тоқ ішектің қабынуы, яғни язвенного колита деп жатады. Хроникалық ауруларды, әсіресе жуан және жіңішке ішектердің ақауларымен емдеуге пайдаланылады. Прополис қандағы холестерин деңгейін 700%-ға төмендетеді. Және холестеринге де өте жаңағы ықпалы орасан зор деп айтамын. Вайтал Бестің жиынтығының ішіндегі осы жиынтықтарды мен қазір таныстырып өттім. Делиді, прополисті, жаңағы RG+-ті таныстырып өттім. Сондай-ақ біздің топтарымызды. Менің таныстырылымым өте жылдан болған сияқты, кімде қандай сұрақтары бар? Осы Вайтал Бестке қатысты болсын, немесе Forever'дің басқа да өнімдеріне қатысты болсын, сұрақтарыңыз болса, мен кішкене жауап беруге дайын отырмын. Өйткені өте тез жаңағы аяқтап тастаған сияқтымын, прям асығыс. Кімде қандай сұрақтар бар? Өте тамаша тыңдадық.
Ол жалғас. Ол жалғас па? Жақсы. Ұлданай ханым, біз өте жақсы тыңдадық, алғысымыз шексіз, керемет көп ақпараттар алдық, иә, Байтал туралы. Тамаша, рахмет, алғысымыз шексіз, өте тамаша слайдтар, иә, өте тамаша жандай әр жеке-жеке позицияны қойыпсыз. Рахмет сізге, Алла разы болсын, иә, тамаша тыңдадық, рахмет сізге. Жақсы, егер сұрақтарыңыз болмаса, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Және де пайдаларыңызға асады деген сеніммен деді осындай маған арайлым қоя беріңіз сұрағыңызды. Аха, мен сізге сұрақ қояйын деп отырмын. Босанған соң жүктіліктен кейінгі іште қалып кеткен нелер болады ғой? Жыртылған кожаны қалай қалыпқа келтіруге болады? Жыртылған кожаны сырттай деп отырсыз, бірақ міндетті түрде сок алоэ ішетін болсаңыз, ол тез көмегін тигізеді. Сонымен қатар прополис креммен жаңағы мынау дезодорант сіздің қолтыққа жағатын, иә? Прополис кремді, дезодорантты кезектестіріп жағып отыратын болсақ, сол жыртылған теріге. Сонымен қатар мына сок алоэны ішетін болсақ, сізге өте тез көмектеседі, бірақ 100% гарантиямен кетіреді. Рахмет. Иә. Демек, ешкімде басқа сұрақтар жоқ, иә? Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.